жалығыңқырап қалды ма, қабақ астына көлеңке ерген Елжбета Сергеевна директордың алдын кесіп, лыпылдай жөнелді. Ешқам жемеңіз, Виктория Ивановна. Күнде көріп жүрген үйреншікті жағдай. Алайда Түрегелдиев Гали деген фамилия қанша ойласам да есіме түспей тұр. 8-ші класста Түрегелдиев Гали деген спортсмен бала бар. Оны өзіңіз де білесіз. Ал Түрегелдиев білсем бұйырмасын. Виктория Ивановна қабағын шытты. Илочка, тәрбиешілер коллективінің бет жүздігі. Әсемде әдепті Елжбета Сергеевна қарадан қарап жүріп, екі бірдей адымын шалыс басты. Туған ағасының көзінше інісінің фамилиясын қате атады. Бір. Екіншіден, Қалиды Ғали деп жаза басқан Виктория Ивановнаның ағаттығын түзетіп, ауыздан қақты. Шымбайына батқаны әсіресе соңғысы еді. Директордың аты қашанды директор. Қатты кетпеді. Жазылып кете жаздаған алдаспан тырнағын ішке бөге білді. Балаларды сұрыптаған кезде ондай қателіктердің көкесі кетеді ғой, Елжбета Сергеевна. Апаш-құпашта бір-екі әріп дұрыс-бұрыс жазылды ма деп кім шұқишылып жатсын. Қалай естісе, солай жаза салды. Түрекелдиев осылай Түркелдиевке айналды. Өзін сүріндірген Ғани Қали мәселесін орай шапты. Мұндай қате әсіресе Түрекелдиев сияқты ұзын фамилияларда жиі кездеседі. Ал ініңізбен қуанышпен қауышыңыз. Бір бөлме кетер-кеткенше құзырыңызда, қанша күн аунап қонасаңыз да өз еркіңіз. Ашыла сырласып бір-біріңізге ет үйреніңіздер. Ертең қайтасыз ба? Қап, ендеше сапар алдымда ініңізді ертіп маған кіріп шығыңыз. Көріскенше күн жақсы, Манап Сымбатович. Елжбета Сергеевна баспалдақтарды шеки басып төмен түсіп келе жатып. Өзі балалар үйі болса, шұрқыраған жеткіншектері қайда деп келесіз, деді бұрыла қарап. Жазғы демалыс әлі аяқталған жоқ. Төменгі класстар пионер лагерінде, жоғары класстың оқушылары қала іргесіндегі жеміс совхозында қияр, помидор теріп жүр. Қали секілді спортсмен балаларды алып қалғанбыз. 7 ноябрь мерекесінің қарсаңында қала мектептері спорттың әр түрінен дәстүрлі жарысқа шығады. Күні-түні аласұрып, соған ақ тер, қара тер дайындалып жатыр. Былтыр 1-ші орын алғанбыз. Биылда ешкімге бермейміз деген талабымыз таудай. Аға тәрбиешінің ізін басып келе жатқан Манаптың ойы басқада. Бәрі де дұрыс. Виктория Ивановна, Елечка, Елжбета Сергеевна да тәп-тәуір қарсы алып, білгендерінше жол сілтеп көмек жасады. Сөз бар ма? Директор көпті көрген сыпа кісі. Жастайынан жылы сөзді аз естіп, жетім өскен бе, жасаған ізеті мен сыпайылығына таза қылады. Әйткенмен бір алмақтың бір салмағы бар. Көңіл шіркін әлімсақтан қармақ қалтқысындай ауытқымалы. Манап директор кабинетіне кіргеннен көмейіне кептеліп келіп қалған түйткіл сезімнен шыққанша арыла алмады. Виктория Ивановна алысқа өкпесі өшпей жететін стейерге ұқсас екен. Салған бетте балалар үйінің бүгінгі ертеңгі жайлы нөпір мәліметті үсті-үстіне төпелетіп, қолды аяққа тұрғызбай ілді де әкетті. Не мүдірмеді, не кідірмеді. Манап мүдірсе, кідірсе, тұяғы тасқа тисе деп еді. Шын жүректен шыққан сөз ежелден 4 аяғынан тең түсіп жорғалап жүре бермейді. Логиканы оқығаны рас болса, шын сөзде аумалы төкпелі көңіл күйдің барлық гаммасының сәулесі түсіп жатуға тиіс. Ал директор өз күшінің артық кемін жақсы білетін. Оны айтасың, мәре сызығының бірінші қиятынына, жолшыбай еш демікпесіне, еш қателеспесіне кәміл көзі жеткен тасыс чемпионшы секілді жел сыпыра сырғыды да отырды. Директор да бала тәрбиелеп өсіріп отырған ана.
сонда дейді де, кешке қарай бала шағамның ортасында бел шешіп отырып та өсіп сырғи бере ме? Әй, қайдам, ағын суға мейлінше қажалып, өзен түбінде жұмыртқадай жарқырап жатқан малтатас секілді жұмыр сөздер басқа түгілі өзегін жарып шыққан өз баласының құлағына кірер ме екен? Екеуі ағаштардың ұзын көлеңкелері сұлап-сұлап жатқан аллеяны қуалай келіп, бір қабатты қыш үйге маңдай тіреді. Ойнайтын да, қайнайтын да спорт залымыз осы. Балалар қазір жаттығып жатыр. Орындыққа тізе бүгіп тоса тұрыңыз. Мен Қалиді ертіп шығайын. Кешкісек кешіріңіз. Спортсмендердің жаттығудан соң жуынып, тер бастыратын өзіңіз білесіз, деп тастаған Елжабетта Сергеевна манапты кесек тұлғасын көз құйрығымен шолып шықты. Қатар-қатар тізіліп түскен қатпарлы юбкасын жел тұрмаса да оңды-солды шайқап, баспалдақпен жоғары көтеріле басты. Тығыз қара шашы ұсақ-ұсақ, бұйра, қол-аяғы таралып қалған, кең иықты болмаса да ешкімнен қарызға жауырын сұрай қоймайтын кішірек көзді ақсұр бала, дұрысы боз бала, сыртқа серпіндей басып шыға келгенде манап орнынан ұшып тұрды. Соның нақ өзі. Төрекелді тұяғының сынығы. Қол созып мына баланың көрініп тұрған қай жерін ұстаңыз, әкесі Сымбаттың өзімен бірге жер астына ала кеткен нышан белгілері. Жайшылықта қой аузынан шөп алмайтын жуас, момын, ал жиын тойда шетінен түйе палуан атанған. Додаға түссе, көкпардан көкпарды қақшып қоймайтын Төрекелдиевтер тұқымы. Кешегі қанды соғыста Сымбаттан өзгесі баудай түсіп, манап пен мына қарақұлақ Қали баладан басқа тігерге тұяқ қалмаған Төрекелдиевтер үйірінің кенже құлыншағы. Адамның кенет толқуы не дұрысқа, не бұрысқа көнбейтін өлара сәт қой. Екі қолын қайда қоярын білмей абыржып қалмасы бар ма? Ақыры арқасына айқастырып салды да, бұтағын шауып сыпырып алған сырғауылдай сидия қалды. Ере шыққан Елжабетта Сергеевна манапқа күле қарап, бір қадам кейін шегінді. Көріңіз, тас түлек жас қыранымызды. Асықпай, саспай қадағалап көріп алыңыз, дегендей юбкасы сәл толқи қарап тұрды. Бозбала манапқа самарқау, бейжай көз салды да аға тәрбиешіге бұрылды. Ту, Елжабетта Сергеевна, жерді жаңа үгіп, тырыс-барысты жаза бастағанымыз сол еді, басқа қолайлы уақыт табылмады ма? Деді қалыптасып қалған қоңыр үнмен. Алақанына қыстыра шыққан тарағын дымқыл шашына кеміп жіберіп, артқа қарай көтеріп тастады. Маңдайына көлкітіп түсіріп жіберсе ғой, тым жарасып кетер еді. Ересек адамша артқа қайырғанын қарашы. Тез ержете алмай, 15 жастың тар қауызына сыя алмай, қыстығын жүрген қарағымай. Манаптың ішіне оттай ыстық бірдеңе жылдамай да, көңірсімей де жайлап еріп барады. Сөзіңе болайын, Қали, жаттығу ағаңнан қымбат болып па? Алыстағы ағаң жыл 12 айда бір рет келді. Жаттығу қайда қашады? Ертең ақ сүмек болып терлеп, кеткен ақыңды артығымен қайтарып аласың, деді жымиған қалпын мысқал бұзбаған Елжабетта Сергеевна. Аға мен інінің не ары, не бері емес жағдайын айтқызбай ұғып тұр. Сол себептен Қалидың жаңағы қатқыл сөзіне қабақ шытып қыжыртпады. Қайта сергек сезіммен көңілде қалған тырыс-бұрысты жаймалап жазып тұр. Соған қарағанда орыс, поляк аталары мен әжелері Сібірдің қақаған суығын да, темір бұғаудың құрсауына да мезімеген көңілді жандарау тегі. Манаптың кім екенін Қалиға әдейі айтпаған жайдары келіншек төбедегі түгіл
түтіні түзу заманда сирек ұшырасатын қызық кездесудің бал қаймағын талмап, бар дәмін шырғасын шығармай татқысы келіп тұрған секілді. Алыстағы ағаң дегенде Қали бетін бермен бұрды. Бұл жолы зер салып қарады. Бағзы жылдарда біреуді біреу біліп болмайтын қан базардың қақ ортасында кездейсоқ ұшырасып қалған көлденең көк аттыны қазір түстен тани алмай тұрғандай жүзінде толқу бар. Баяғыда бір бүйірі түскен қара чемоданын арқалап Астанаға оқу іздеп аттанғанда Манапты ешкім шығарып салмаған. Оқуына түсіп, қуанышы қойнына сыймай қайтқанда жан адам қарсы алмаған. Сол себепті ме Манабың мұндай сын сәтте қайту керектігін білмейді екен. Құшағын жайып жіберіп, ой бауырымдап, ентелей жүгірудің орнына қаққан қазықтай қыдиып тұра берді. Жымиыс табын ерін ұшынан тез-тез жиып алған Елжабетта Сергеевна Қалидың құлағына сыбырлап қалды. Бойшаң бозбала сонда ғана теңселіп кетті. Баспалдақтарды санап басып, төмен түсіп, бері беттеді. Бұл кезде өзін-өзі қамшылап үлгерген Манап та қорғасын аяғын әрең алып қарсы жүрген. Бой жағынан қарайлас бозбала төніп қалғанда, бар екенсің, бауырым, деп алға созған екі қолын айқара ашып, ыстық құшаққа айналдыра беріп еді Қали. «Здравствуйте, дяденька, как живете?» демесі бар ма? Созған қолы сынғандай сылқ етті. Жер бетінде жатқан балалар үйіндегілердің орысша оқып, орысша сөйлейтінін неге білмесін? Білу барда көзбен көріп, қолмен ұстау бөлек екен. Соңғысы алдыңғыдан 10 есе ауыр ма деді. Сырт көзге Манап сабырлы, салмақты көрінгенімен, жетім өскен адамның мінезі бұған да шыққан. Ешкімге сыр бермесе де, іштей қиналып, іштей желінеді. Аға тәрбиешіні дер кезінде есіне түсірді де бойын жинады. Қалидың амандасу үшін солаңдатып ұсынған қолын ұстай алды да, сілкіп өзіне тартып, төсіне төс тигізді, маңдайынан иіскеді. Тіп-тік бозбала иілмеді. Ағаштан шабылған жансыз мүсінді құшақтағандай болды. Шашынан шыққан арзанқол сабынның иісі кеңсірігін жарды. Елжабетта Сергеевнадан қысылды ма, Қали бетін алып қашып, құшағынан сытылып шыға берді. Да ну! Абырой болғанда аға тәрбиеші қызық шышыққа айнала бастағанын аңғарып қалды. Мен кетейін, іздей қалсаңыз Виктория Ивановнаның қасынан табыламын. Кібіртік басып ұзай берді. 10-15 қадам былай шыққасын ғана Елжабетта Сергеевна екені есіне түсті ме, бойын кілт түзеп, қозы жауырынын жазып, дік-дік басып кете барды. Юбканың ұсақ қатпарлары қолма-қол айналып сапырылыса жөнелді. Келіншекті көзімен ұзатып салған Манап осы бір ашық жарқын қылап келіншекті ұнатып қалды. Бұл дүниенің кереметін қара, келіншек бойынан қылықты Елічкан емес, мейірімді ана бейнесін іздейтін тәрізді. 40-қа іліне бастаған әйелдерді көрсе болды, өз шешесі есіне түседі. Анасы осы жаста қайтыс болып еді. Омскіде кездескен Елжабетта Сергеевна көзіне тағы жылы ұшырап кетті. Өле-өлгенше бұл дүниеден шешесін мың бейнеден іздесе де, мәңгі бақи таба алмай арманда өтетін шығар. Қали аяғына сұққан ала таспалы кроссовканың тұмсығымен көлденең жатқан қиқым шөпті қуалай түрткілеп, бейжай сылбыр тұр. Кел отырайық, деді Манап ағаш орындықтың шетіне құйрық басып. Отырды. Қалың қалай, Қали? Төрекелдиевтерге заман шекесінен қараған жылы балалар үйіне өтіп кеткен 4 жасар баладан бұл күнде сойталдай бозбалаға айнала салған Қалиға қалың қалай, інім, деуге ауыз бармады. Десе, Қали мұның аға екеніне сенбей қоятындай,
құлағына ілмейтіндей жүрексінді. Спасибо, так себе. Қалидың көзі батып бара жатқан күннің қалың жапырақ арасынан суырылып түскен алып қашты сәулесіне шарпысып отыр. Қайтсын, кіндігі бір болса да өскен ортасы басқа. Адам жаңа қалпақ екеш, қалпақты да байқап киеді. Жер астынан шыққан желім батырдай жабыса кеткен жаңа ағасын жатсынып отыр ғой. Өзіме де обал жоқ. Әуелі хат жазып, тіл алмасып, ағайын, аға жайын құлағына жайлап сіңіріп алған жөн еді. 20-ның 4-еуіне келген мен бүйтіп берекем қашып, күліп шашылғанда бесіктен бел шықпай жатып, туған жерден шығындап кеткен бұған не жорық, деп ойлады Қалидың дөңес мұрын кесек пішінді бетіне іші езіле елжірей қарап қалыпты. Оқуың қалай? Биылғы класың 8-де ме? 8. Иә. Қали басын әнтек изеді. Жатар орын, киер киім, ішер ас, таршылық көріп жүрген жоқсың ба? Қали, осы не деп отыр? Дегендей бар денесімен бұрылып жігітке тесіле қарады. Орынсыз сұрақ қойғанын кеш білген Манаптың бетінен оты шықты. Аға болу қиын шаруа екен. Қалиды қайдам, ініге аға болып емеурінуден Манап қалыпты. Ойлап отырса, 11 жыл бұрын Қалиды балалар үйіне тапсырып тұрып сорасы ағып үнсіз жылағанда ғана аға болыпты. Қазір ол аралық сезім ұмыт. Сүт пісірім бұрын Қалиды көргенде ғана кеудесіне нұр құйылды. Осы минутта оның орнына у құйылғандай. Әр нәрсенің басын бір шолып уақыт өткізу мына тірлігі. Балалар үйіндегі таршылық, мошылықта не жұмысы бар? Қали алда-жалда шамданып қалып, таршылық көретінімді білсеңдер, 10 жыл бұрын балалар үйіне қолдарыңнан бермес пе едіңдер? Десе, не бетін айтады? Әйтпесе, бөліп беретініңіз бар ма? Деп төтеден салса ше? Қалай айтса да орынды. Көтеріп аласың. Сымдай тартылып, серіппедей атылғалы отырған Қалидың, мемлекет қамқорлығындағы Қалидың өз халінен жалаң аяқ студент жағдайынан көш ілгері. Оң солын танып қалған бала оны білмейді дейсің бе? Жалпы іштей қорқып отыр. Алматыдан аттанғалы іштей дайындалып, неше қайтара пысықтап келген басты сауалын қабырғадан қойып, сөзді ашыққа шығарудан тайқақсиды. Әйтпесе, қалың қалай, жатар орын, киер киім, ішер ас деп күмілжу 11 жыл көрмеген ініге қояр сұрақ па? Кеше келіп, бүгін кетіп, күнде тос тегізіп жүрген жанның сөзі ғой бұл, әншейін. Өз-өзін әуелі осылайша іштей сөгіп, сонан соң қайрап алды да бір демнен. Ауыл есіңде ме? Көкем, мен, Қалғұты, тау, қалың орман есіңде шығар, деп салды. Кроссовканың тұмсығымен тротуарды оңды-солды сызғылаған Қали басын немкетті изеді. Сасып қалған Манап жөткірінді. Ұмыт, тас ұмыт, ұмытып қалыпты. Әйтпесе екі қолын орындық арқалығынан созып жіберіп, шалқалаған мына қалпын титтей болсын өзгертер еді. Япырай, мынау сол Манап па? Бауыры жабысып бірге туған ағам ба? Деп басын көтеріп, бетіне көз салмас па? Шын туыс кешірімшіл. Қатты ренжісе де інісін жамандыққа қимады. Дереу ақтап алатын дәлел іздеді. Қалидың мінез құлқы өсе келе үстінен көш өтіп бара жатса, былқ етпейтін көкесіне тартуы кәдік. Солай-ақ болар. Іске келгенде жаудай тиіп, апырып-жапырып жіберетін, ал сөз дегенде аузына маржан салып, томаға тұйық томпиып отырып алатын ішімдегіні тап, қыңыр тұқымай. Шай қайнатымдай толғанып, ойын әбден пісіріп алды да, оқыс кимелеп, үсті-үстіне төкпектеп жөнелді.